Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы дүниежүзі халқының нәсілдік құрамы. Сабағымыздың негізгі мақсаты дүниежүзінде таралған нәсілдерді анықтау және аралас нәсілдерді ажырату. Дүниежүзінде жалпы нәсілдердің таралуы туралы екі пікір бар. Бірінші моногенистік және полигенистік. Моногенизм яғни бір орталықтан таралған деген пікір. Моногенистік теорияны қарастыратын болсақ, бірінші дүниежүзінде ғалымдардың пікірі бойынша ең ежелгі адамдар Африка материгінен табылған, яғни сүйектері, қаңқалары Африка материгіндегі олдовый шатқалынан табылған. Түрлі саяси оқиғаларға байланысты болсын, физикалық жағдайларға байланысты болсын, былайша айтқанда қажеттіліктерге байланысты адамдар қоныс аударып тұрған, яғни қоныс аударуға мәжбүр болды. Африка материгі арқылы, Африка материгінен адамдар Евразия материгіне қарай өткен. Осыдан 40 мың, 100 мың жыл бұрын Евразия материгіне қарай өткен. Евразия материгінде өздеріңіз көріп отырғанда Еуропаға және Азияға қарай бағытталған адамдар. Евразия материгінің шығыс жағалауы, шығысы арқылы, Беринг бұғазы арқылы солтүстік Америка материгіне қарай қоныстанған, көшкен. Яғни мына жерде қазір Беринг бұғазы бар, ертеректе бұл жерде Берингия дейтін құрлық болған. Яғни бұғазының орнында су емес, құрлық болып қалыптасып тұрған. Солтүстік Америкаға өткен адамдарымыз солтүстік Америкада Панама мойнағы арқылы оңтүстік Америка материгіне дейін көшкен. Және Үнді Қытай түбегі арқылы оңтүстік шығыс Азияға қарай қоныстанған, оңтүстік шығыс Азиядағы зонд аралдарынан Австралияға қарай қоныстанып көшкен. Яғни нәсілдердің таралуы туралы өстіп айтуымызға болады. Енді нәсілдердің түрлері. Жалпы дүние жүзінде 3 үлкен нәсіл бар. Нәсілдердің қалыптасуына әсер етуші негізгі фактор сыртқы күштер, яғни қоршаған орта болды. Яғни күннің түсуі, жауын-шашын жаууы, желдің әрекеттерінен адамдардың сыртқы антропологиялық сипаттары, ерекшеліктері қалыптасты. Енді осы нәсілдерді жіктейтін болсақ, бірінші еуропоидтық нәсіл. Еуропоидтық нәсілдердің таралған аймағы Еуропа, Австралия, Африканың солтүстігінде, солтүстік және оңтүстік Америка материгінде және Азияның оңтүстік батыс Азия бөлігінде еуропоидтық нәсілдер кездесіп тұрады. Енді еуропоидтық нәсілдердің негізгі екі тармағы бар. Бірінші тармағы солтүстік тармағы және оңтүстік тармағы. Солтүстік тармағы былайша айтқанда сарылар. Шашы сары, терісі де сары, көздері көкпеңбек болып келетін солтүстік тармақтары. Және оңтүстік тармағы бар, олар шаштары қоңыр, көздері қоңыр, терілдің түстері де қоңырқай болып келетін оңтүстік тармақтар. Яғни оңтүстік тармақтарынан ол италиялықтар, испандықтар, португалдықтарды жатқызуымызға болады. Нәсілдердің екінші үлкен тармағы негроидтық нәсілдер. Негроидтық нәсілдер көбінесе Африка мен Австралия материгінде шоңғырланған. Негроидтық нәсілдердің де екі тармағы бар. Біріншісі африкалық негроидтар және австралиялық негроидтар. Бұлар да антропологиялық сипаттарына байланысты бір-бірінен айырмашылық жасап тұрады. Нәсілдердің үшінші үлкен тобы монголоидтық нәсілдер. Монголоидтық нәсілдер бұлардың да екі тармағы бар. Азиялық монголоидтар және америкалық монголоидтар. Яғни екеуін салыстыратын болсақ, яғни америкалық монголоидтар, яғни үністердің түстері, терілердің түстері қызғыштау болып келеді, яғни нелерге ұқсамайтын формада келеді. Антропологиялық ерекшеліктерін көрсетіліп тұр. Яғни негроидтардың терісі қара, қалың болып келеді, шаштары қалың, бұйра болып келеді. Яғни күн сәулесі түскен кезде күннен қорғану мақсатында жаңағы мұрындары жалпақ болып келеді негроидтардың. Одан кейін еуропоидтық нәсілдердің түрлері шаштары сары, терілері, еріндері жұқа, ақ болып келеді. Монголоидтық нәсілдердің бірден бір айырмашылығы бұлардың көздерінің қысыңқы болып келуі. Терісінің түстері сары болып келеді. Енді адамдар бір-бірімен араласу нәтижесінде және де ұлы географиялық ашылулар дәуірінен кейінгі
ағылшындардың, испан, португалдықтардың оңтүстік және солтүстік Америка материгінің отарлау нәтижесінде сол жерде жергілікті халықтармен одан қоса сол жерде игеру үшін әкелінген Африканың батысындағы анау құл жағалауы деген жерлер бар ғой, сол жерлерден құлдардың әкелу нәтижесінде сол жерде халықтардың нәсілдік құрамы күрделеніп, аралас нәсілдер қалыптасты. Аралас нәсілдерді сипаттайтын болсақ, бірінші мулаттар. Мулаттар, яғни негроидтық нәсіл мен еуропоидтық нәсілдің араласуынан пайда болған аралас нәсілдерді мулаттар дейміз. Яғни африкалықтар мен еуропалықтардың араласуы нәтижесінде. Одан кейін метистер. Метистеріміз азиялықтар мен еуропоидтықтардың араласу нәтижесінде қалыптасқан өтпелі аралас нәсілдердің бірі. Одан кейін самболар. Самбо дегеніміз жергілікті үндістер мен Африкадан келген негроид халықтарының араласу нәтижесінде қалыптасқан өтпелі нәсілдер болып табылады. Енді сабағымызға байланысты тапсырмалар орындайтын болсақ. Сурет бойынша нәсілдерді анықтап, таралу аймағын көрсету. Яғни суреттерде қай нәсілдері берілгендігін, олардың таралу аймағын түсіру. Дескрипторларға мән берейік. Нәсілдері атауын жазамыз, нәсілдердің таралған аймақтарын жазамыз. Екінші тапсырма. Я жоқ әдісі арқылы нәсілдерді сыртқы факторлар бойынша дұрыс немесе бұрыс тұжырымдау. Бірінші тұжырым. Монғолиттық нәсіл өкілдерінің терісінің түсі сары, шашы қайратты болып келеді. Екінші, негроидтық нәсіл өкілдерінің көздері қысыңқы. Үшінші, негроидтық нәсіл өкілдерінің мұрны жалпақ, жақ сүйегі шығыңқы. Соңғысы, еуропоидтық нәсіл өкілдерінің терісінің түсі ақ болып келеді. Жауаптарымызды тексерейік. Монғолиттық нәсіл өкілдерінің терісінің түсі сары, шашы қайратты. Негроидтық нәсіл өкілдерінің көздері қысыңқы. Жоқ. Негроидтық нәсіл өкілдерінің мұрны жалпақ, жақ сүйегі шығыңқы. Еуропоидтық нәсіл өкілдерінің терісінің түсі ақ. Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің дүниежүзіндегі таралған нәсілдер туралы тақырыбымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау саламат болайық.